шағымданатын азаматтардың арасында түрлі адам болады. Бұл белгілі нәрсе. Десек те, шын мәнінде мұқтаж адамдар аз емес. Оларға қолғабыс етуіміз керек. Бүгінде орталыққа аймақтардан жолданатын арыз шағымдар көбейіп кетті. Бұл мәселе туралы мен жолдауымда айтып өттім. Былтыр президент әкімшілігіне шамамен 83 мың өтініш келіп түскен. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 30%-ға көп. Шағымдардың басым бөлігін жергілікті деңгейге қарап, дер кезінде шешуге болатын еді. Ешкімде мүлде мүмкін емес мәселені айтпайтыны белгілі. Ашығын айтқанда, жұрт өңірдегі биліктен ең қарапайым деген мәселелерге қатысты түсініктеме ала алмайды, қиналады. Содан соң азаматтар елордаға хат жолдап, тікелей президентке жүгініп жатады. Шын мәнісінде олардың арасында үнемі арыз жазатын кәсіби шағымданушылар бар, бірақ көбі өз мұң-мұқтажын айтып, ақордаға шағымдануға мәжбүр.